Жетісу облысы Панфилов ауданы Шарал ауылы 2-Б сынып оқушысы Кәусар Қуандыққызы. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Қазақ ақыны, жазушы, аудармашы. 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Алматы облысы Райымбек ауданы Шалкөде ауылында туып өскен. Ол 9 жасынан бастап өлең шығара бастаған. Ата-әжесінің қолында өскен. Анасын жеңгесінде көрген. Мұқағали Мақатаев. Лайықты болсаң, бағалайды өмір. Лайықты болсаң, бағалайды өмір. Айыпты болсаң, жазалайды өмір. Сен таза болсаң, айналаңды да, қоқыстан өзі тазалайды өмір. Мықтының бәрін марапаттайды, осалдың жанын жарақаттайды. Жақсыға үйір, жақсылық қана, жаманды жалмар, алапат қайғы. Қаласаң, үміт солмайды гүлің, бір Алла өзі қолдайды құлын. Ниетің түзу болмаса егер, өмірің түзу болмайды күнім. Сұрттап бәрін көреді өмір, теңізден маржан тереді өмір. Сынақ пен сені ширатар әрдайым, осылай сабақ береді өмір. Қиналғаныңда күндеген шығар, жығылғаныңда жүндеген шығар. Ширатып осылай шыңдалсын деймен, мықты болуға үндеген шығар. Қалаған көшке қосылмай келсең, өмірде талай тосын жай көрсең, өмірде бәрін қабылда күнім, өмірдің заңы осылай берген.